Сәлем, мен бейсенбі күнімді қалай өткіздім? Менің анам мен жиенім ауылға кететін болғандықтан, мен оларды пойызға шығарып салдым. Пойыз екінші жолға келетін болды. Сол үшін біз жолдың астынан өттік. Айтпақшы, менің бөлем де мамамдармен ауылға қайтады. Біз пойызды күтіп тұрғанбыз. Бір кезде жүк пойызы аяқ астынан тарс-тарс етіп жүріп кетті. Соған менің кішкентай сүйкімді жазирам шошып қалды. Қорқып қалған ол мені келіп құшақтап алды. Міне, біз күткен пойызда келіп жетті. Сонымен пойыздың ішіне де кірдік. Вагонның іші өте ыстық болды. Біраздан кейін мен оларға сау болайтып, вокзалдан кетіп қалдым. Содан кейін мен базарға келдім. Менің жиенім дзюдоға қатысатын болғандықтан, мен оған кимоно сатып алып берейін дедім. Бірнешеуін қарағаннан соң, кішірек біреуін сатып алып, үйге қайттым.